Мысалы мына акиматтың іші, мына екінші этажда дым жоқ. Махамбет қаласының әкімшілігінің іші. Мына кабинеттер мысалы атаулар жазылып тұр ғой қазір. Былай қарағанда дейтін. Атаулар жазылып тұр ғой. Қай кабинет? Қандай екен жазылып тұр, бірақ бар ма жазылу жоқ қой? Жоқ, табличкалар бар ғой, валю. Көзі көрген адамдарға бар. Біздерге жоқ. Жерлерінде жоқ. Түсінікті нәрсе. Осылай алда біз келдік негізі 2 ай бұрын. Махамбет ауданының ішінде, бірақ жасалған жұмыстың нәтижесін көріп тұрған жоқпыз. Табличка бана есік алдыға түсіреміз, қойып қойған. Сыртынан шығарып қойдың орнына іші тиісіп тастаған ба бірдеңе әріптер. Білместікпен бәрін осылай істеп жатыр. Біздермен ақылдаспайды. Сондай болады сосын. Келісім болғанда ғана ғой. Иә, міне сіз келісіміңізді алдық қой. Бізден де кеше өтті ғой. Ақжайықта өткен болар. Кеше мына неде өткен болар, больницада. Больницада штаттың нелері өтті. Оны өткенде Айбек ініміз келді, қабылдауда болды менде. Так, аудан әкімдігінің несіне ақша қарадық. Қазір мемлекет сатып алу рәсімі жүріп жатыр. Аудан әкімдігінің алдына оның бәрін біз реттейміз. Бұрында да жасалған, бірақ кейбір жетпес кемшіліктер болса, оның қаржысын бөлдік өткен сессияда. Қалған мекемелер бойынша осы біздің тиісті бөлім өзінің жұмысын жасап жатыр. Кемшіліктер болса ары қарай жасалады, енді қазір айтатын боламын қазір. Жалпы осындай біздің енді біркелкі жасалған. Әрине кемшілік болса, біз оны жөндейміз. Сайлау кезінде де, басқа кезінде де бәрінде де жаңағы жолақтары, басқа нелер бәрі жасалған. Әрине жетпейтін болса, толып тұрамыз. Мен алдында да Айбектің қабылдау болғанда да айттым. Енді бір күнде шешілмейтін мәселе, беріп шешеміз оны. Қайреке айтуының орны біз жаңа мен өзімді таныстырдым, мен кеңесші өз алдына сенімші қоғамдық бірлестіктің төрағасымын, мүгедектігі бар, мүмкіндігі шектеулі жандардың құралған сенімші қоғамдық бірлестік бар, соның Әбіржан төрағасымын. Мына Айбек ініміз өзіңіз білесіз, бұл юрист консультант, Нұрсая Ықшам ауданында орналасқан сонда маман, кадр маманы. Сосын жаңа специалист, бұл бала жаңа бала жасынан туылып кеткен зағип жан. Алдында ол мектеп интернатты бітірген. Біздер қазіргі таңда мына көзі көрмейтін мүгедек жандарға көптеген техникалық құралдар алып жатыр, миллиардтар ақша бөлініп жатыр. Солардың бірегейлері мына ноутбуктер, считающий машина дейміз, телефондар беріп жатыр, басқа да құрылғылар беріп жатыр. Соны біз бірдеуін тілін білмейміз. Біз аламыз, сіздер ақша бөлесіздер, біз аламыз. Ол әркімнің қолында кетіп жатыр. Немере жиеннің болмаса мусорға аяқ астынан басылып қатып кетеді. Оны пайдаланатын жоқпыз. Пайдаланып білмейміз де, бірақ үкімет беріп жатыр. Мәселен, ноутбуктардың 20 мың тұратын жақта, оған жаңа сатырды программа қондырғанда 1150 үстіне ақша қосып, 1.800.000 сатып жатыр, оны сіз бізден алып беріп жатсыздар. Біздің ақшамыз ала келіп жатыр деген сөз. Оны біз егер алмасақ, тілін білмейтін болса, біздің не қажеттілігі бар оның? Сіздер бюджеттің ақшасын неге шығарып жатсыздар деген сұрақ туындайды. Соны таңдау ол үшін не істеу керек? Ол үшін көз көрмейтін мүгедек жандардың сауаттылығын арттырып, солардың көзін көбірек оятуымыз керек, яғни білім, оқу беруіміз керек. Болашақта бәрі цифровизация болады, компьютер заман деп жатырмыз, ал біз бірде-бір тілін білмейміз. Немесе кәсіби колдығымыздың басқасын әр жерде әртүрлі әңгіме туындап жатыр. Мына инфотаксидің болашақта болмайды, индрайв қосылады деп, индрайвға қосылу үшін не керек? Интернет керек, телефон білу керек. Телефонның нүктелері арқылы біз индрайв деймізге шақырамыз, тағысын тағы. Оны тағы тілін білмейміз. Мінекей осындай бағытта сауатты арттыруымыз керек. Махамбет ауданының ондай сауаттылық арқылы жол өтеді. Соны өзімізге бір жерде айтайық деп келдік. Екіншіден, жаңа Айбек таныстырды, мына Өтеғалиева Майра Кенжебайқызы біліп танымыз сұлу. Бұл жаңа сенімші қоғамдық бірлестік төрағасының орынбасары, яғни менің орынбасарым. Біз Атырау облысы әкімінің отырысында болып, сол тапсырмамызды алып, өзіміз алып жүрген жайымыз бар. Тапсырма осы кісіге жүктелді. Сол өзіміздің түсіріліміміз бар, тағы. Қайда емдар алайын деген сияқты. Жақсы. Ана бала енді ол біздің секретариатымыз, қасымызда жүрген көзіміз іздікті болады. Осында састаппен келіп жатырмыз. Дұрыс, қош келдіңіздер. Ал енді қыздар жігіттер Майра, Айбек. Мен мана сұрақ қойған, сыртта табличка жасадыңыз, қай жыл жасадыңыз? Осы жыл жасалған ғой да? Жоқ, табличка бұл жыл жасалмаған. Табличка мен былтыр келдім, содан жасалып отыр. Биыл манағы өткендегі айтып отқан кемшіліктерді
түзетуге жетіспесін қондыруға қаржы бөлінді. Қазір мемлекет сатып алу рәсімі жүріп жатыр. Именно қандай салаларға бөлініп соны нақты айтып Нақты айта алмаймын қазір. Онымен аппарат басшысы айналысады. Осы мекеменің аппарат басшысы қазір енді еңбек демалысында. Жалпы тиісті қойылатын талаптарға сәйкес жасалу керек. дұрыс, өте дұрыс. Бірақ енді өкінішке орай керісінше көріп тұрмыз. Себебі дейтін бірінші этажда кіреберістен есікке дейін лестницаға дейін бар, қалай солай істелінген. Екінші этаж мүлдем жоқ. Мысалы сізге мына жерге келу үшін бір кісі мүгедек келетін болса кіре алмайды өз еркімен. Кабинеттердің атаулары жазылмаған, соның барлығын сіздер ескеріңіздер. Себебі дейді, мен не үшін айтып отырмын, сіздерге яғни көзі көретін дені сау адамға барлық есікте тақтайшалар жазылып тұр. Дұрыс емес пе? Атаулар бар. Так, қабылдау өткізетін менің кабинетім төменде. Оған өткенде Айбек өзі болдым. Жоқ, мен қабылдадым. Мен қабылдауды вообще тегіз төменнен қабылдаймын. Жоқ, сен сөз тыңдаңызшы да соңына дейін. Соңында сөз тыңдаңыз. Сіз дейтін, мысалы, қазір екінші этажда бүткіл аралайтын болсаңыз, кез келген есіктің үстінде табличкалар бар. Дұрыс па? Оны не үшін жасадыңыздар? Ол халық келеді, өзіне керек кабинет табу үшін жасалды. Дұрыс емес пе? Неге біз де халықтың біріміз, бізге де солай жазып қою тиіс қой. Онда дейтін, егер де барлығы бірдей болу үшін, онда табличканы бәрін алып тастайық. Ойластырайық, заң бойынша. Заң бойынша сіздер қойдыңыздар. Енді заң бойынша біздің талапты да орындаңыздар. Жақсы, көреміз. Айттым ғой. Заң бойынша болатын болса, оны халыққа келтіруге тырысамыз. Иә, халыққа келтіріп. Аяқ тасталған лента, тактильный дорожка емес, лентаның өзі. Сонда лестницаның түбіне келгенде сары кафель тұрады, это светоотражающий слабовидящийлер, ана окончание лестницы, начало лестницы білу үшін сары ақан тақып алу керек. Сосын есіктің тұтқаларында сары болу керек, светоотражающий, слабовидящийлерге. Есіктің тұтқасы екен, сипалап тұрмайды ғой есікті. Қазір сіздерде бар ма ол? Жоқ, райсовезде ешқайсында жоқ. Жоқ. Талап бар ма? Талап бар. Талабын бердіңіз бе аппаратқа бізге? Бердім. Берсеңіз, сонымен ертең несін жасаңыз, тексеру. Қарайық, достар. Талап болса, талап болса орындайық. Не қиындығы бар? Сосын мына жаңа беріп жатқан үйлеріңіз бар, немесе болашақта беретін үйлер бар, солардың ішінде мысалы коллекшндерге арналған пандустарыңыз бар делік болады. Ал көз көрмейтін жандарға үйдің жанында тактильный плита болу, немесе жаңа тесіп жазылған бір айғыша нешінші екені жазылып тұру керек, немесе квартирасының тұсы деген сияқты. Жақсы, енді бізде қазір 60 пәтерлі үй салынып жатыр. Оған ден сөз үйдің демеушілігімен күзге қарай бітеді деп отырмыз, жылдың аяғына қарай. Онымен де жұмысталайық. Енді салынған үйлер бар екен, кеше 21-ге дейінгі. Олардың талаптарын біз қайта қарағымыз келіп отыр, барғымыз келіп отыр. Соның бәрін тексеріп еткіміз келіп отыр. Сонда сондай мәселе сіздің алдыңызға келіп кеттік. Жақсы, енді қолдан келетін, заңға сәйкес не болатын болса, біз жасауға тырысамыз. Мана айтып отқан біздің бөлімге тиісті соның бәрін азар жазып кетіп алыңыздар. Қолдан келетін нәрсе болса жасауға дайынбыз. Жайлап. Бірден болмас, жайлап жасаймыз. Қаржының қаралуына қарай. Сұрағың бар ма? Жоқ. Нағашыңа тісіңбап қоя отыр ма? Мына жұмыс кестесі. Қайда кетіп қалды? Мына жұмыс кестесі. Бірақ астында, сыртынан шығуға үшін тік жүрген ғой, және қабылдап алған соны әкімшілік. Жазу болмаған шығар ол. Солай, в общем.